Қазақ халқының тұрмыс салт әндері халқымыздың өмірімен, салт дәстүрімен тығыз байланысты асыл мұра. Бұл әндер халықтың қуанышы мен қайғысын, арманын және өмірге деген көзқарасын бейнелейді. Бүгінгі сабағымызда тұрмыс салт әндері, соның ішінде үйлену салтына тереңірек үңілетін боламыз. Үйлену салты қазақ халқының ең көне әрі маңызды зор дәстүрлерінің бірі. Ол екі жастың отбасын құрумен қатар екі елдің, екі әулеттің құдандалы болуын білдіреді. Қазақтың үйлену салты бірнеше кезеңдерден тұрады. Қыз айттыру, құда түсу. Жігіт жағы қыздың ата-анасына құда түсіп, қалың мал мөлшерін белгілейді. Сырға салу, қыздың басына орамал салынып, ол енді сөз байласқан қалыңдық деп саналады. Қыз ұзату, ұзатылар қыз өз үйінен сыңсу айтып қоштасады. Келін түсіру, жігіт үйінде келін шымылдық ішінен түсіріліп, бата беріліп, беташар рәсімі жасалынады. Неке қиылған соң, жар әні айтылып, жастардың үлкен тойы болады. Бұл салттар жастарды отбасылық өмірге дайындап, үлкенге құрмет, кішіге ізет, ата-ананың батасын алуды үйретеді.